Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерге бүгін өте қарапайым және оңай жасалатын гюре лагманның рецептімен бөліскім келеді. Өзім жиі қолданатын рецепттерімнің бірі. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты күнделікті рецепттермен бөлісемін. Ең бірінші етімізді маринадтаймыз. Дәл осылайша қағылып турап аламыз. Кейін бір жұмыртқа, крахмал қосамыз. Крахмал кукурузный немесе картофельный, айырмашылығы жоқ. Кейін 2 ас қасықтай соя құйып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, холодильникке қойып қоямыз. 2 сағаттай маринадталу керек. Менде 2 сағаттай уақыт өтті. Енді керекті көкөністерімізді турап алып, қуыруға кірісейік. Қызып тұрған қазанымызға күнбағыс майын құйып, етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Ет тез дайын болады. Етіміз жартылай қуырған кезде көкөністерімізді салып қуырамыз. Тәтті болгар, пияз, сарымсақ және пекин жапырақтарын қосып жақсылап қуырамыз. 2 ас қасықтай соя тұздығын қосамыз. Татымына қарай тұз қосыңыз. Етіміз дайын болған сәтте қызанақ пен сарымсақ жебелерін қосып, қақпағын жауып 10 минутта бұқтырып аламыз. Лагманның қамырын илейміз. Салқын суға тұзымызды салып, кристалл ерігенше араластырамыз. Қамырды илеу барысында ұнымызға суды біртіндеп қосамыз, яғни барлық суды бірден қосып жібермейсіз. Кішкене су қосып, жақсылап араластырып, кейін қайта кішкене суды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр сәл қатты, сонымен қатар эластичный болуы керек. Қамырымызды илеп болдық, сәл қатты және эластичный болды. Енді қақпағын жауып, бөлме температурасына 1 сағатқа қоямыз. Қамырды әр жарты сағат сайын 2-3 қайтара суалап илейміз. Қамырдың қаншалықты ие қанса, соншалықты жаю да оңай болады. Міне менде қамырдың ие қанып, эластичный болып тұр. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ұзын шағылып бөліктерге бөліп, күнбағыс майын құйып, қақпағын жауып, бөлме температурасына 1 сағатқа демалдырамыз. Бір сағат уақыт өткеннен кейін қамырымыз өте жұмсақ және созылуға ыңғайлы болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырды сәл ұзын шағылып жасап, қайта сол ыдысқа дөңгелектеп жинап қойып қоямыз. Қайта қақпағын жауып жарты сағатқа демалдырамыз. Менде жарты сағаттай уақыт өтті. Қамыр өте жұмсақ және созылмалы болып шығады. Енді қамырдың бір басын алып, қолмен осылай жіңішке қылып жасаймыз. Қамыр қаншалықты көп демалса, соншалықты жайылуы да оңай болады. Қамыр созылмай жатса, болмаса арасы үзіліп кетіп жатса, қамырды қайта 5 минутқа демалдырып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жіп-жіңішке қылып жасап, кейін қайта дөңгелектеп жинап, үстіне күнбағыс майын құйып, бетін пакетпен жауып қойыңыз. Сол кезде қамырыңыз оңай әрі тез созылады. Менде 10 минуттай уақыт өтті. Қамырым өте жұмсақ әрі созылмалы болып шықты. Енді жұмыс жасай берсек болады. Қамырымызды икемдеп, ең бірінші басын қолмен жіңішкелетіп аламыз. Қалған бөлігін видеода көрсетіліп тұрғандай алақаныңызбен икемдеп жайып шығамыз. Енді қамырымызды қолымызға орап, ұрғылап шығамыз. Ең бірінші видеода көрсетіліп тұрғандай, қамырдың басын қолыңызға қыстырып аласыз, қалған бөліктерін бас бармағыңызға жинайсыз. Менің лагман жасау әдісім мүлдем басқа. Табаға аз мөлшерде күнбағыс майын құйып, сол табаға ұратын боламын. Қамырды созып, ұрғылап жатқан кезде кейбір жерлеріне құрғақ болып және олар үзіліп жатады. Ал егерде оларды күнбағыс майына кішкене орап болмаса ұрғыласаңыздар, олар үзілмейді және жіп-жіңішке болып шығады. Қамыр бірігіп тұрса да,
қайнап тұрған суға салсаңыз, ол қамыр бір-біріне жабыспайды. Дәл осы менің рецептпен жасасаңыздар, қайнап тұрған суға салып жіберсеңіздер, қамыр мүлдем бір-біріне жабыспай шығады және дана-дана болып шығады. Қамырымызды 10 минуттай қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. Алдын ала үлкен ыдысқа салқын суды дайындап алыңыз. Сүзіп алған қамырымызды салқын суға салып аламыз, яғни қамырдың арасындағы ыстық буды шығару керек. Әйтпесе қамырлар сүзіп болғаннан кейін бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Міне менің жіп-жіңішке қамырларым дайын болды. Егер де ұзақ мерзімге сақтағыңыз келсе, күнбағыс майын құйып, ыдысқа немесе пакетке салып тоңазытқышқа, яғни холодильникке сақтауға болады. Ұйғыр лағманымыз дайын болды. Ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сіздермен қызықты рецепттермен күнделікті бөлісіп отырамын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.